Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнамдағы оқырмандарым және де жаңадан келіп жатқан оқырмандар міндетті түрде каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін мен осы Алматының ең әдемі заманауи арт музейіне келдім. Ішін қандай екенін бірге аралап көретін боламыз. Ендеше менің каналымнан алыстамаңыздар. Кеттік. Музейге кіруге осындай билет алдық. Адам басы 2000 теңге. Ересектерге, ал балаларға 500 теңге. Алматы Museum of Arts Алматыдағы ең заманауи, халықаралық деңгейдегі өнер кеңістігі. Ол тек музей емес, сонымен қатар мәдениет, білім және креативті индустрияларды біріктіретін ірі арт-хаб болып саналады. Бұл мұражай Қазақстандағы алғашқы ірі жеке заманауи өнер музейі. Ғимараттың өзі де арт объект ретінде жасалған. Қазақстан өнерін халықаралық деңгейде таныстыратын жаңа мәдени орталық. Музейдің архитекторы британдық Чапман Тайлор. Жобаны қаржыландырған және идея авторы кәсіпкер Нұрлан Смағұлов. Құрылысы 2022 жылы басталып, 2025 жылы аяқталған. Чапман Тайлор әлемнің 60+ елінде жобалар жасаған халықаралық архитектуралық компания. Ішкі құрылымы музей ішінде тек залдар емес, тұтас шағын қала сияқты. Көрме залдары, Art Street, негізгі орталық, білім беру орталығы, театр, перформанс алаңы, кафе, дүкен, ашық террасалар. Мұражайда Art Street деген үлкен ашық кеңістік бар. Биіктігі 18 метр. Жарық жоғарыдан түседі. Бұл кеңістік шарын шатқалының шабыт алып жасалған. Шарын Қазақстандағы ең ерекше табиғи символдардың бірі. Архитекторлар жергілікті табиғатты көрсетуге тырысқан. Туристік және мәдени байланыс құру. Бұл музей тек ғимарат емес, тәжірибе деген идея. Қызық факт. Ғимараттың формасы да жай емес, L тәрізді екі блок. Бұл қала мен таудың қақтығысын көрсетеді. Ішкі кеңістік әдейі ағын сияқты жасалған. Бір залдан екіншісіне табиғи өтесің. Құрылысқа шамамен $30 миллион кеткен. Коллекция мен жабдықтарға тағы $70 миллион. Яғни бұл музей жай ғимарат емес, $100 миллион мәдени жоба. Идея қалай туған? Негізін қалаушы Нұрлан Смағұлов 30 жылдан астам уақыт бойы өнер жинаған. Сол жеке коллекция музейге айналған. Қарапайым тілмен жеке коллекция ұлттық деңгейдегі музей. Неге бұл музей ерекше? Орталық Азиядағы ең ірі жеке музей. Халықаралық деңгейдегі стандарт, климат бақылау, жарық жүйесі, қауіпсіздік.
Experience музей. Бұл тек қарау емес, сезіну, кеңістікте жүру және ойлану. Бүгінгі арт музейдегі саяхатымыз осымен тамам. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Меніңше каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Музейдің дүкені, магазин. Жақта осындай заттар бар, кітаптар бар, сувенирлер. Күшті осындай сувенирлер бар екен. Осы жақтан сосын шығып кетеді далаға через магазин.